Үйге барсақ бір әйел жүр екен. Мынау сендердің аналарың болады, есімі Дариға, енді сендерде мама бар. Бар мамаңды құшақта деп әкем түк болмағандай күліп тұр. Менің бар ойым әжемде, жүрегім алай-дүлей. Жаңа мамаға қонып та тұрған жоқпын. Өгей шешеміздің артынан бір қыз бір ұл еріп келген болатын. Сонымен әкем күнде жұмысқа кетеді. Ал біздің өміріміз қалай өтіп жатқанында шаруасы болмайтын. Үйде үйрек қыздар бар. Өгей шешеміз бізді таң атпай тұрғызып, сол қыздарды баққызатын. Үйге кіргізбейтін, өздері көлеңкеде отырып бізге күннің астында тірлік істететін. Кейде бауда ағам екеуміз ойнап жүріп сол жерде ұйықтап қалатынбыз. Кешкі тамаққа бір үзім нан мен жарты тостақ тамақ беріп қояды. Оған біз тоймай тағы нан сұрасақ жалмауыздар деп ұрсып беретін еді. Бір күні өгей шешеміз бізге әжелеріңді сағындыңдар ма, барасыңдар ма деп сұрағанда қуанып кеттік. Әжемізбен бір ауылда тұрғанымен арасы әжептәуір алыста болатын. Арасында екі тау төбе